Сен таңертең кофе ішкенде энергия алдым деп ойлайсың ба? Жоқ, сен ағзаңнан энергияны қарызға алдың. Бұл кредитке ақша алып, ертең оны 2 есе қылып қайтарғанмен бірдей. Кофе бұл жанармай емес, бұл ағзаңды аяусыз сабайтын қамшы. Бүгін мен кофенің сенің миыңды қалай алдайтынын және неге сен кофе ішкен сайын созылмалы шаршауға түсіп жатқаныңды дәлелдеп беремін. Миллиондаған адам кофеге тәуелді, бірақ оның тұзағын ешкім білмейді. Біздің миымызда аденозин деген зат бар. Күні бойы ол жиналып, кешке қарай бізді шаршатып ұйықтатады. Ал кофеин не істейді? Ол аденозиннің жолын блоктап тастайды. Шаршау ешқайда кеткен жоқ. Ол сыртта кезек күтіп тұр. Кофенің әсері біткенде барлық шаршау сенің миыңа бірден шабуыл жасайды. Міне неге түскі сағат 3-те сенің қалың болмай екінші стақанға жүгіретінің себебі осы. Таңғы сағат 8-ден 9-ға дейін ағзаң сені ояту үшін ең көп кортизол бөледі. Бұл табиғи оятқыш. Сен осы кезде кофе ішсең, миыңа енді жұмыс істеме, маған кофе көмектеседі деген белгі бересің. Нәтижесінде сенің табиғи энергияң өшеді. Сен кофесіз ояна алмайтын зомбиге айналасың. Кофені оянғаннан кейін кемі 1,5 сағаттан соң ішіңіз. Сонда аденозин жуылып кетеді де, кофе сенің энергияңды ұрламайды. Кофе ағзадан суды айдайды. Әр стакан кофеден кейін 2 стакан таза су ішу міндетті. Әйтпесе миың құрғап, басың ауырады. Егер кофеден кейін қолың дірілдеп, мазасыз болсаң, оған сәл көк шай немесе сүт қосып іш. Бұл кофенің агрессиясын басады. Кофе жаман емес, ол керемет құрал, бірақ сен оны дұрыс пайдаланбай жүрсің. Осы ережелерді 3 күн сақтап көрші, сенің нағыз энергияң оянады. Өз ағзаңды алдауды тоқтат. Сен күніне неше стакан кофе ішесің? Шыныңды жаз. Егер осы видео 10.000 лайк жинаса, мен кофені мүлдем ішпегенде ағзада не болатыны туралы эксперимент жасаймын.